Түнде ғана мысалға 150 басымызда қасқыр тартып кетті да. Жоңышқан алу мысалға бір неге 25 мың 30 мың теңге бір күнде жоңышқа алып жатырмыз, өзіңіз көріп тұрсыз. Жатырмыз түсірілім барысында қызылордалықтарда небір алыпсатарлар осы жерден алып жатқанын байқадық. Құрметті қызылордалықтар, Құрбан айт мерекесіне орай 1000 бас сутегін қойлар таратылып жатыр. Мекен жайын видео соңында айтатын боламыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, біз таңмен таласып белгілі бір мекен жайға келіп отырмыз. Өйткені бізге бір керемет ақпарат жетті. Қызылордада Құрбан айт мерекесіне орай қой өте арзан бағада таратылып жатыр деген. Сол рас па, қаншалықты рас, біз соны анықтауға келдік. Міне біз Әл-Фарабидегі ең танымал Алатау кешенінің жанындағы алтыншы үйге келіп тұрмыз. Бұл жалпы ең арзан таратып жатқан мекен жай деп естідік. Қожайыны кім? Бірге анықтайық. Өзіме де қызық болып тұр. Стиль қарапайым, но не қарапайым. Стиль 11 демек ордал ағайын. Менің стилім аралым, стилім қазалы. Ей ақұдай! Міне мерекеге орай бұл үйде шаруашылық өте қызып жатыр екен. Қазір қойларды бірге көретін боламыз. Ой, ассалау, қалайсың, жақсың ба? Қойлар қай жерде? Мына жерде. Мына жерде ме? Аш көрейік онда. О, міне көріп отырыңыз, қойлардың санында шек жоқ. Өте көп екен. Ассаламу алейкум. Ой, Әбеке, сіз екенсіз ғой. Міне байқап отырыңыз, біздің шығарылымның нағыз сарапшысы, екі шығарылымда да өте белсенді болған Абзал ағамыз екен. Әбеке, енді біз арнайы келіп отырмыз сізге. Бізге бір ақпарат келіп түсті. Осы Әл-Фараби алтыншы үйде өте арзан қойлар таратылып жатыр екен деп, соны біз бірге анықтайық деп, осы көрермендерге келіп отқан жайымыз бар. Шынымен де қазір қанша бас Құрбан айт мерекесіне орай келіп түсті? Бізге қазір осы кезде мұнараның өзінде қазір 650 бас тұр ғой, нарада ше. Осы жерде 650 бас тұр. Мына жақта қазір қарасаңыз, мына жақта да 650 бас тұр. Осы 1200 бас. Біз осы Қызылорда облысына алып қалдық. Именно осы жаққа 650 бастан 1300 басты алып қалдық біз. Ал енді біз жан-жақтың бәрін уже Атырау, Ақтау, Ақтөбе облыстарына жіберіп болдық малды. Полностью малдың бәрін атқарып, осы Қызылорда облысына чисто өзіміздің халыққа осыларды алып қалдық. Кеше базарды көрдіңіздер, базарда да сатты, Қармақшы, Байқоңыр бүкіл жер алды. Енді өзімізге ғана алып қалдық осыларды. Міне қызылордалықтар, қойдың саны өте шектеулі. Арзан бағада таратылып жатқаннан кейін жан-жақтан тапсырыс өте көп. Әл-Фараби 6 мекен жайында өте тиімді арзан бағада таратылып жатыр екен. 1200 бас қой. Міне қайда барып, қайда алам деп бас қатырмайсыздар. Құрбан айт мерекесіне орай кез келген қойды өзіңіз таңдап, осы жерден сойып алу мүмкіндігі де бар. Сексеуілден жақындарым бізді бақылай. Мен стилім жалағаш, сенен бай көрінем, тұрсам да жалғанаш. Мен стилім мүлде бөлек, терең өзек. Мен стилім қара бұқа қаш, сені сүзет. Стилім Ньюкасл, жаңа қорған, тарихта толы дорба, мұнда бұзық балдар. Абзал аға, енді таңнан бері көріп жатырмыз түсірілім барысында. Қызылордалықтарда небір алыпсатарлар осы жерден алып жатқанын байқадық. Жалпы енді сіздегі шаруашылықты өте тиімді болып тұр ғой, Өзіме осы шаруашылық 20 жылдай болды ғой, істеп айналысып кеткен. Құрбан айт мерекесінде бірінші 5 қой, 4 қой, 3 қой, 2 қойдан бастағанбыз. Негізі ең бірінші сөйтіп Аллаға шүкір, қазір жеке шаруашылық аштық, ана сырттан сол жаққа жинаймыз малды. Біз 1 жыл бұрын жинап, соны бақтырып, осылай Құрбан айтқа дайындаймыз. Қызылорданың мысалға енді айтайын, 70% бізден алып, жігіттер өзі үстерінен нәпақа дейді ғой, сосын қойып сатады мысалға осы малға ше. Жаңағыдай мысалға бізден кеше біз 65 мыңнан берген малдарды базарға өздеріңіз көрдіңіздер, 75 мың теңгеден тұрып сатып тұр мысалға. Сол малдарды мына жағымызға қойып 75 мың теңгеден. Ол жерде көзің көріп тұр, ештеңе дей алмайсың оған. Ақшасын санап алғаннан кейін ол алыпсатардың әрі қарай кәсібі өзінің. Мына Құрбан айт мерекесіне орай бағаларға бір тоқталып кетейікші. Қаншадан таратып жатырсыз? Мысалға мына қатарды біз жаңа көрсеттім ғой, соларды 65 мың теңгеден беріп жатыр кешегі балдарға берген бағадан. Ал мына яғы бүгін түсті мысалға жаңа сағат түнде. Бұларды 75 мыңнан деп қойдық мысалға ше. Уже бұлар қой бәрі аралас, сол не, бірақ ешқандай, бірақ мына малдар жақсы ше. Біз бұларды сорт-сортымен қоямыз ғой. Кеше Ақтөбеге мысалға 65 мыңнан ояққа жібердік ше, 600 басты. Сондай ғой өзі мысалға.
ол әр нәрсенің өзі бағасы бар да бүйтіп қойылатын. Біз қазір фураларымызға өзі скотобозымызға сәл қымбат бағасын жолымыз неғысын соны қосып сөйтіп шығартып тұрады. Түнде ғана мысалға 150 басымызда қасқыр тартып кетті да. Не қасқыр дейсің ғой, бізде ана Қызылордада алыпсатарларда мысалы үйде алып кететіндерде қасқыр сияқты жүгіріп келеді ғой қой келген кезде. Соғысап айтамыз да мысалы олар ше қасқырды алыпсатарлар ғой енді сол мысалға. Сіз арқылы кәсіптерін дөңгелетіп отыр ғой, иә? Солай ғой өзі. Біз арқылы кәсіптерін дөңгелетеді. Біз біреу арқылы сондай өзі жалғасып кете береді ғой бұл былайынан шаруашылық. Құрметті қызылордалықтар, біз кеше мал базардағы шығарылымызда қойдың бағасын 100 мың мен 150 мың арасында көрген болатынбыз. Бұл енді Құрбан айт мерекесіне орай өте қымбат бағада. Міне өздеріңіз жаңа ғана естідіңіздер, қойдың бағасы 65 мың мен 70 мың аралығында таратылып жатыр екен. Бұл салыстырмалы тұрғыда есептегенде су тегін десек болады. Стиль таза Қызылорда, мұнда бұзық малдар. Стиль таза Қызылорда. Қазір мал қорасының жай-күйін байқап тұрмыз. Әрбір жерде есіктер орналасқан. Бұл есіктердің де бір өзіндік ашылмаған сыры бар секілді. Абзал аға, бір есіктерді ашып, бөлмелермен таныстырып, ішінде не бар? Осы тұрғысынан тоқталайықшы. Ол мына есіктердің ішінде міне қошқарлар бар мынандай. Аталық қошқарлар, 5 жасар қошқарлар. Бағасы бұның 150 мың теңгеден береміз. Осылардан 100 бас бар. Кеше мысалға бұдан қазір енді дәл осы жерге біз 23 күн қамақ қойдық әдейі. Сыртта тұр, бірақ 100 басын алып келеміз ше. Жақын жерде тұр. Бұл жерге де не алмай. Мынарада мысалға айтатын болсақ 85 мың теңгелік қойлар бар. Аналық қойлар мінекей. Дәу қойлар 85 мың теңгелік. Бұның бәріне енді біз жем шөпте оңай емес, сыртта бағып жүр. Біз шетінен үйтіп әкеле береміз. 20-лап, 30-лап ше. Жаңағыдай өткендей. Сосын мына қатарда бар мінекей. Үйге қойып қойғанымызда мыналардан да бар мысалы, 75 мың теңгелік. Көріңіздер, осыдан да ала берсеңіздер, ішінен келіп таңдап болады. Мына жақта бар сосын. Мына жақта бар. Мына жақта да бар. 80 мың теңгелік қойып. Өстіп шетінен әкеліп, әр қораға бөліп өйткені. Көп әкесек, жаңа айтып отырмын ғой, бір күнде 25 мың, 20 мың теңгеге шөп аламыз. Кішкентай ғана мысалы жоңышқан алу 1000 теңгеден. Кішкентай ғана жоңышқан алу, мысалға бір неге 25 мың, 30 мың теңгеге бір күнде жоңышқа алып жатырық өзіңіз. Көріп тұрсыздар жаңа жоңышқаның өзі 30 мың теңге болып тұр, бір күндік асы олардың ше. Енді бір күндік асына тоқталдыңыз ғой. Бір айдағы жем шөбіне тоқтайықшы, қанша қаражат жұмсайсыз? Біз мысалға бір айда қыстың күні бордақыға мысалға бір айда сізге айтайын 5 тонна, 10 тонна жем кетеді. Мысалға бордақыда. Ал қазір біз енді жем шөп шыққаннан кейін далаға жайып жіберіп жатырық, малдардың бәрін далаға жайып береміз. Ал бірақ үйдегі малдың өзінде бір күнде 30 мың теңгеге шөп аламыз. Бір күнде 30 мың теңгеге, азаннан кешке дейін жегеніне 30 мың теңге мысалға ше. Сондай да бұл несі, қойдың да мысалы ашық қоймаймыз, ашық қоя алмаймыз. Алған малдар мысалға тұрады жиналып ше. Сондай ғой бізде. Тамаша. Жол салып, менің стилім төре тап, стилім таза бастама. Стилім қармақшы, стилім алғашқы астана. Бізден соңғы сауал болсын. Осы Базар Лайк YouTube арнасынан келген көрермендер үшін қандай бір жеңілдік қарастырасыз ба? Сіздердің аттарыңыздан келсе 2000 теңгеден скидка қыламыз ғой әр мал басына. Енді бізге де ол қоятынымыз ондай көп емес, 2000 теңгеден мысалға болады. Сөйтіп не қылып беруге. Тамаша, міне 2000 теңгенің өзі ақша. Сондықтан Әл-Фараби 6 мекен жайында су теген қойлардың қожайыны болыңыздар.